Біздің компаниядан ухачисткадан бастап трубочисткаға дейін таба аласыздар. iLife брендінен жеке гигиена және тұрмыстық тазалау құралдары бар. Германский технологиямен Милриш брендінен денсаулыққа керек өнімдеріміз. Швейцариялық технологиямен Sialux брендінен жеке гигиена және косметикаларымыз шығады. Италиялық технологиямен біздің іш киімдеріміз, тоқымадан біздің костюмдеріміз және де Марвисиялық брендтен біздің очкилеріміз шығады. Япониялық технологиямен Кариш брендінен біздің жеке гигиеналарымыз және де тазалау құралдарымыз. Айтқандай, Франциялық технологиямен балаларға аксессуарлар және керемет иіссуларымыз шығады. Енді осы өнімдердің барлығы табиғи өнімдер. Құрамында 1 грамм химикат жоқ. Мынандай бамбуковый бізде посуда жуатын бар. Мен бұны бамбуковый екен, мен оқыдым да. Айман ханымның айтқаны, біз офисінде бір несін, бір әйел бар екен, псаряс, прям жара басып кеткен. Посудан только перчаткамен жуады екен. Бір күні мына посудан жуып жатқан кезде перчаткасы тесіліп қалған ғой. Сөйтсе қолын ішіп, обычно су тесе жаны шығып деген ашып, ішіне қымапты. Сөйтіп тексеріп көрейін, перчаткасын шешіп тастап жуып көрсе, қарасы іші наоборот қолы әдемі болып жатыр екен. Сөйтіпті да анау посудан да осымен жуған, басында осымен жуған, кірін де осымен жуған, үстінде шомылған осымен. Әрі порошок, әрі гель, әрі бәрі осы болған. Сөйтсе, Айман айтты, өзі келіп шешіп көрсетті дейді. Бір іздері ғана қалған. Атауы бастарын үшін бір жара басып кеткен дейді. Посудан немен жуамайды екен, кәдімгі шампунда ашиды, жаны шығып ауырады екен да. Мынамен бүкіл жарасын бәрі төгіліп, ізі ғана қараңшы Айман ханым деп көрсетті дейді да. Содан азынан коробкалы болады дейді ғой. Действительно, мен уже қанша клиенттерге не қылдым, айтып жатыр, экзема деген ауру бар ғой, фезисе құтырып кететін. Сонымен жақсы болып отыр қолымыз. Кәдімгі крем жағып қойғандай болады дейді ғой. Мынау рахат біреуін аласа, мынандай суға бір капучок қойсам, мұны 5-6 айға жетеді ғой. Не бір ғана тамызып жуып жатырмын мен ше. Мынаны суға араластырып қой, вообще көп болады. Суға араластырып қой. Жаңағы 8 оқитын балам басындағы именно сондай сол кетті да. Бамбук жасалған эко. Не қояйсыз? Кәдімгі гель. Негізі посуда жуатын гель деп айтады. 1 килограмм. Бірақ универсал екен. Жаңа айтып отырмын ғой, бас жусада міне Мақпалдың өзі айтып отыр, баласының жарасы кетті деп. Вообще сол жараларға зор екен. Экзема, әзір екінің бірі экзема, псориаз, мынандай теміреткі, басының жаңағы жара басып кеткен өте көп. Мына алсын, пожалуйста, басында жуа берсін, кірінде жуа берсін, стиралкамен бізде зор. Міне бізде керемет осындай. Я сама. Такой есть для чистки барабан. Қайырлы күн баршаңызға. Бізде SPF. Біздің Green Leaf компания